Қайырлы кеш, қалайсыздар? Бүгін сіздерге бір ерекше, жақсы, жалпы сауда, бизнес, экономикаға қатысты супер технологиялық IT интернеттік платформаның жаңалығыменен сіздермен бөлісейін деп отырмын. Сауда тәсілінің күн санап өзгеруіне байланысты, әсіресе соңғы пандемиядан кейінгі жағдайда адамдар традиционный сауда тәсілін өзгертіп, енді онлайн сауданың бет алысы қатты дамып бара жатқандығын барлығымыз білеміз. Және ол дами береді. Қазір енді шыны керек, жаңағы бір бокал кофенің өзін үйде отырып заказ бересіз, үйіңізге ыстық кофе жеткізіледі. Бұл шындық. Басқа да тауарлар толып жатыр. Мен пример ретінде біреуін ғана айтып отырмын сіздерге. Ендігі мендегі болатын жаңалықта назарларыңызды мұқият салыңыздар. Алдыменен интернет туралы, қысқаша интернет сауда туралы айта кетейік. Мынау нарыққа алғаш Alibaba, AliExpress, Озон, Amazon деген компаниялар пайда болды. Онлайн торговля, жаңағы онлайн сауда саттықты жүргізуге. Сол Джек Маның жаңағы Alibabасы құрылып, алғашқы жаңағы нарыққа шыққан кезінде, енді өзінде ақша жоқ қой, енді оны нарыққа жақпастыру үшін. Сол үшін халыққа жаңағы акцияны сатады. Сонда жалпы компанияның акциясының 1%-ін ғана сатқан екен халыққа. Көрдіңіз ба? Ал компанияның 70% акциясын сол кездегі жапониялық қоражай кәсіпкер сатып алған екен. Қалған 1% жаңағы адамдар сатып алған, қарапайым халық. 30% енді ол өзіне компанияға қалып отыр. Бүгінгі күндегі жалпы Alibaba компаниясының 70% табысы жаңағы жапониялық кәсіпкердің қалтасына түседі. Проценті оның долясы жаңағы, көрдіңіз ба? Өйткені ол акция ғой. Ал енді мына Озон, Амазондарда солай 1%-ін шығарған, жаңағы Озон компаниясы 3%-ін сатқан екен. Акционер болуға адамдар. Акционер деген не? Ай сайын сізге пассивный компаниядан, әлемдік тауар оборотынан сізге тұрақты келіп тұратын табыстың түрі. Ол сізге акция болып саналады. Яғни сіз жарнагерсіз, қазақша айтқан кезде. Сол компанияның аяқтан тұруына үлес қосушысыз, алғашқы салымшысыз. Сондықтан өмір бойына ол компания сіздің балаңыздың баласына дейін мұрагерлікке табысыңыз қала береді. Ол солай. Енді сол секілді, мына Түркияны білесіздер. Түркия ашық мемлекет, өзі 4 теңіздің ортасында орналасқан. Африка, Европа, Азия, Америка, қай жақ сол жақтан келіп кетіп, саудасы жаңа қызып тұрған ел. Пандемиядан кейін ол баяулақпаған негізі. Қазірде пандемияға дейінгі жағдайға жетіп жатқан жоқ, әлемде жалпы туризм саласы, сауда саттық саласы енді біртіндеп дамып, қайтадан қалпына келіп жатыр. Міне сол уақытта Түркияға да халықаралық әлемдік деңгейге бағытталған онлайн дүкен керек болады. Яғни кәдімгі Alibaba сияқты үлкен сауда саттық сайты керек болады. Сөйтіп түркиялық кәсіпкер Седат Асланжан мырза өзі ойлана келе Түркияның халықаралық онлайн сауда платформасын, сайтын ойлап табады. Ол кісі өзі 90-шы жылдардан бері қарай алтын бұйымдар өндірумен айналысады. Былғары киім-кешектер, сумкалар өндірумен айналысады. Сонымен бірге автосервисі бар. Өзінің өндіріс ошағы бар. Енді осы тауарларын әлемдік нарыққа шығару үшін бұрынғыдай жаңағы болмай қалды. Не істеу керек? Әрине, онлайн платформа керек болады. Сайт керек былай айтқан кезде. Әлемге бағытталған. Сөйтіп осы жобаны жолға қояды. Компания 2021 жылдан бастап ресми түрде Қазақстанға заңда тіркелген. Енді қазіргі осы мен айтқалы отырған онлайн әлемдік түрік интернет магазині өзінің 10% үлесін үлескерлерге беріп жатыр. Дәл қазіргі кезде 10% деген өте көп ақша. Бұл бір. Екінші,
Қазақстандық өндірушілерге, яғни производительдерге, барлық жаңағы тауар өндіріп отырған, жеке кәсіппен айналысып отырған адамдарға үлкен мүмкіндік бар. Бұл әлемдік түрік интернет магазині тек Қазақстанда ғана емес, Россияда, Орта Азияның есеңгінің барлық елдерінде, Еуропада, Түркияда, барлық елде көрінеді. Сіз осы жерге тауарыңызды, өзіңіздің өндіріп отырған өніміңізді, домбыра жасайсыз ба, астау жасайсыз ба, аяқ киім тігесіз ба, көрпе жастығы тігесіз ба, киім кешек па, жеке өзіңіздің жаңағы тігіп отырған, жасап отырған, өндіріп отырған тауарыңыз болса болды. Сабын жасап атырсыз ба, мысалы, шампунь өндіріп атырсыз ба, осының барлығын сіз дәл қазіргі кезде осы әлемдік түрік интернет магазинінің сайтына қоя аласыз. Ол арқылы не істейсіз? Ол арқылы сізде әлемдік клиенттер пайда болады. Әлемдік клиенттер пайда болады сізде. Тек қана сіздің мысалы Алматы немесе Шымкент қана емес, болмаса Қазақстан ғана емес, оны Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Россия, Еуропаның елдері, Түркия бәрі көре алады. Әрбір адам өзінің кабинетіне кірген кезде сіздің тауарыңыз көрініп тұрады сол жерден. Кімге не керек, ол сатып ала алады. Қазіргі заманның бұл заманауи бизнестің формасы. Бұның ерекшелігі не онан басқа дегенде, сіз ол үшін ешқандай аренда төлемейсіз. Салық, налог төлемейсіз. Әке, көке, бәке, сәкеге жаңағы ай сайын анда-санда бір тиын тебен беріп тұрмайсыз. Сосын өзіңіз жеке сайт ашатын болсаңыз, өзіңіздің жаңағы дүкеніңізге де, оны ай сайын жаңартып отыру керек, қарап отыру керек. Оған IT-шіне жалдау керек. Адамдардың, келушілердің саны көбейген сайын оның жаңағы анау мегабайт, гигабайтын ілгерілетіп отыру керек. Ол сайтты жаңағы IT-шникке миллиондаған ақшаға жасатуыңыз керек. Және арғай оны ұстап тұру үшін оған жақсы ақша төлеп тұруыңыз керек. Төлемесеңіз сайтыңыз жабылуы керек деген сияқты. Вот сондай әңгіме ол. Енді мына жерде сіз сайт ештеңе жасатпайсыз. Ондай жоғарыдағы шығындардың ешқайсысын жасамайсыз. Тек қана осы компанияға бір рет мүше боласыз да, өмір бойына осы әлемдік түрік интернет магазинінің 10% акционері бола отырып, өзіңіздің өндірген өніміңізді осы әлемдік түрік интернет магазинде сата отырып, табыс таба аласыз. Бұл өте үлкен мүмкіндік. Білген, есептеген, түсінген, оқыған кәсіпкерге бұл өте жақсы мүмкіндік. Сондықтан мен сіздерге осыны хабарлап отырмын. Өмір бойына ұрпақтан ұрпаққа қалатын World GGT деген атпен аталатын Түркияның әлемдік интернет магазиніне тезден келіп қосылып алыңыздар. Бір мүшесі болып алыңыздар. Өзіңіздің кез келген өндіріп отырған қазақстандық болсаңыз болды, тауарыңызды салыңыз, қойыңыз. Өйткені бұл жерде нарық үлкен. Бұл онлайн кеңістік, офлайн емес бұл. Шексіз. Түсінікті ғой менің айтып отырғаным, иә? Сондықтан осы мүмкіндікті орайды сіздер жіберіп алмаңыздар. Сіздер үшін арнайы осы хабарландыруды хабарлап отырмын. Дәл қазір естісеңіз, дәл қазір маған хабарласыңыз. Хабарлама қалдырыңыз. Мейлі, кез келген кәсібіңізді қоюыңызға болады. Өзіңіз өндіріп, өзіңіз жасап отырған болсаңыз болды. Басқа бір жерде сізге ешқандай талап жоқ және қойылмайды. Түсінікті ғой. Компанияға бір рет мүше боласыз да, өмір бойына жаңа магазинді аласыз. Ал ол магазиннің ішінде сізден басқа қаншама тауарлар бар. Әлемдік бренд киім-кешектер, әлемдік бренд тұрмыстық заттар, әлемдік бренд мына сервистік заттар, әлемдік бренд жаңа көрпе жастықтар, әлемдік бренд әйелдердің киімдері, балалардың киім-кешектері, жеке бас заттар толып жатыр. Күн сайын қазір тауар осы онлайн дүкен сөресінде көбеюде, даму үстінде дамып келе жатыр. Сондықтан сіздер осы мүмкіндікті естімеген адамға естіртіңіз, жіберіңіз сілтемені, хабарлаңыз, айтыңыз, хабарласын, маған байланысқа шықсын. Осы мүмкіндікті орайды ұстап қалыңыздар. Әрбір жеке кәсіп істеп отырған, өзі тауар өндіріп отырған кісілер міндетті түрде осы ақпаратты естігеннен кейін хабарласып, осында өмір бойына 10%-тік табыстың үлескері болып,
және өзіңіздің өндіріп отырған тауарыңызды өмір бойында осы жерге сатуға мүмкіндік алыңыз. Бұл сізге беріп отырған ешқандай компанияның қолынан келмейтін мүмкіндік. Сонан кейінгі айта кететін нәрсе World Price. Бұл кәдімгі интернет дүкен. Бір қызығы, бұндағы тауарлар басқа сайттарға қарағанда бір есеге арзан. Мысалы, Түркияның өзінің ішіндегі Trendyol деген сайттан зат алып жүрген кісілер, сосын Wildberries'те жұмыс жасап жүрген кісілер, сіздер біздің осы WordPress платформасына келіп көріңіздер. Және осыдан зат алып жүрген, жоғарыдағы сайттардан зат алып жүрген кісілер, даже Alibaba, AliExpress'тен зат алып жүрген кісілер, сіз осы сайтқа келсеңіз, ең арзан бағада ала аласыз. Сонымен бірге тауарлар, түріктің тауарларын тіке зауыттан аласыз. 20% арзан бағамен сатып алуға мүмкіндігіңіз бар. Сапасына 100% гарантия беріледі оның. Кепілдік етіледі. Есігіңіздің көзіне дейін тауар жеткізіледі. 15 күн ішінде қайтаруыңызға болады. Егер оның размері келмей жатса, немесе келгенше сынып, бүлініп, жыртылып деген сондай жағдайлар болса, сапасынан мәселе шықса, сіз одан бас тартып келесі тауарды алуға мүмкіндігіңіз бар. Алматыда арнаулы жаңа компанияның филиалы бар. Сенімді. Сіздің басқа сайттарыңыз сияқты бір тауарды алдыңыз, негесе соны қолыңызға тиді. Ертең ол ұнаса да, ұнамаса да алып қалатын әңгіме жоқ бұл жерде. Осындай кепілдікпенен сапалы, жүйелі жұмыс жасалады. Әрқандай Түркияға заказ берсеңіз, мысалы, әрқандай тауарды сол өндіріс орнының өзінен сатып аласыз. Стамбулдан, Барахолкодан, Бишкектен деген әңгіме жоқ. Тіке зауыттың өзінен сатып алуға мүмкіндігіңіз болады. Арада ешқандай делдал болмайды. Сіздің магазиніңіз, сіз тіке сайтта қанша жаңағы тауар тұр, сол тұрған тауарлардың зауыттарымен тіке байланыста боласыз. Бұл өте үлкен мүмкіндік білген адамға. Көрдіңіз ба? Сондықтан осы мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар. Бір рет келетін орайды өмір бойына ұстап қалыңыз. Заман кетіп баратыр қазір. Заман бәрі интернет. Ертең сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да бір күні осы сайтқа келетін боласыз. Сондықтан бүгін ертерек келіп алыңыз, ертерек орын алыңыз, ертерек тауарыңызды орналастырыңыз, ертерек жаңағы үлескер болыңыз, ерте қимылдаңыз. Бұл жерден өзіңізге керекті әрқандай киім алсаңыз 10% жеңілдік. Әрқандай тұрмыстық техника алсаңыз 10% жаңағы бонус ақшалай келіп отырады. Және сіз оны 20% арзан аласыз, басқа жерге қарағанда. Көрдіңіз ба? Егер Google-дан кірсеңіз, сіз сондай ала алмайсыз. Сіз ол кезде 100% бағамен аласыз. Мына жерде 80% бағамен аласыз. 10% сізге қолма-қол ақша болып түсіп отырады. Мейлі қандай зат алыңыз. Бұл реальный нәрсе. Және өзіңіздің тағы қайталап айтамын, өндіріп отырған тауарыңызды дәл осы сайтқа қойып, миллиондаған адамдарға ұсына аласыз. Көрдіңіз ба? Қаншама мүмкіндік күтіп тұрсыз. Ешқандай шығынсыз жұмыс жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан маған хабарласыңыздар. Тағы қайталап айтамын. Менің WhatsApp нөмірім 8775 978 5912. Осыны жазып, WhatsApp-қа қосып, маған хабарласыңыз. Бәрін түсінікті айттым. Түсінбей бара жатқан жеріңіз болса, менен осыған қосылып сұрауларыңызға мүмкіндік бар. Мен тіке осы компанияның жаңа уәкілі ретінде сіздерге хабарлама таратып отырмын. Барлық қазақстандықтарға, барлық тұтынушыларға және барлық кәсіпкерлерге өзінің өнімін, тауарын, затын өндіріп отырған кәсіпкерлердің барлығына осы ақпаратты жіберіңіз, таратыңыз, айтыңыз, мүмкіндікпен, жақсылықпен бөлісіңіз. Жақсылықты бөліссеңіз, ол сізге миллион есе болып қайтадан жақсылық болып қайтып келеді. Өзіңіз ғана тыңдап қоя салмаңыз бұны. Жіберіңіз жан жаққа, репост жасаңыз. Рахмет. Хабарласыңыздар.